Барлығына сәлем достар, бұл Брэдли Томас. Бұрыннан бері қылмыстық өмірден алшақтап және автокөлік жөндеу шеберханасында жұмыс істейді. Ол үйленген, бірақ ерлі-зайыптылар бала көтере алмайды. Брэдли кенеттен жұмысынан айырылып, неке ыдырау алдында тұрғанда, ол өзінің бұрынғы наркобаронына оралу туралы қиын шешім қабылдайды. Бұл адамға отбасын сақтап қалуға мүмкіндік береді. Бірақ келесі тапсырма болашақ әкенің өмірін нағыз тұзаққа айналдырады. Одан шығар жол жоқ сияқты. Артқы жағында Кристің үлкен татуировкасы бар. Қырылған бас бұзақы Брэдли автокөлік жөндеу шеберханасына жөндеу үшін клиенттің жаңа бұзылған көлігін әкеліп жатыр. Осыдан кейін бірден жұмыстан босатылады. Бірақ оның кінәсі жоқ. Компания қиын уақытты бастан өткеруде, және ол жұмыстан босатылған бірінші адам емес. Қызметкерлер оны құрметтейді және компанияда қайтадан бос орын пайда болған кезде белгі беруге уәде береді. Ер адам заттарын жинап үйіне барады. Ол жерде әйелі Лореннің көлігінде ұялы телефонмен біреумен сөйлесіп жатқанын көреді. Брэдли оған жақындап, оның мойнынан көгерген із табады. Бойжеткен күйеуінің жұмыстан былай ерте оралатынын күтпеген және оның көзіне шөп салып жүргенін мойындауға мәжбүр болған. Ол Лореннің үйге кіруін талап етеді. Содан кейін оның көлігін сындырып, қосалқы бөлшектерді далаға шашады. Тыныштанып сөйлесу үшін үйге кіреді. Ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасы ұзақ уақыт бойы бұзылған. Олар тіпті сөйлеспейді. Бірақ Брэдли жұмыс тапқанын айтады. Ол таңқаларлықтай суыққанды және бәрін қайтадан бастауды ұсынады. Олар Лореннің табысына күн көріп жүр. Брэдли қайта есірткі бизнесіне қайта оралатынын айтады. Әйелі бұл шешімге ашулы. Бірақ Брэдли бұл мәңгілік емес. Біраз уақыт шыдамдылық қажет деп уәде береді. Лорен күйеуінің сөзіне сеніп, ондай тәуекелге келісімін береді. 1,5 жылдан кейін ер адам тағы бір жүкті жеткізіп, түскен ақшамен үйіне кетеді. Сақтық шараларын ескеріп, жұмыс істеп тұрған көлікті үй жанындағы бұталардың арасына қалдырып, ондағы нөмірді ауыстырады. Брэдли жаңа үлкен үйіне кіреді. Оны жүкті әйелі күтіп отыр. Ол әйелін тіпті асхана пышағымен салат кесуден де қамқорлық жасайды. Ол оны көтеріп екінші қабатқа апарады. Онда балаға арналған кішкене төсек тұр. Брэдлидің бастығы шақырып, оның үйіне шұғыл түрде баруды талап етеді. Ер адамды жаңа мексикалық серіктеспен, зормен және оның 2 жүк тасымалдаушысымен таныстырады. Олардың біреуімен Брэдли жұмыс істеуден бас тартады, себебі олар өздері есірткі қабылдайды. Бірақ Гил келісім жасайды және ақыры Брэдлиге қызы туылғаннан кейін 3 айлық демалысты ұсынады. Әкесі дәл 97 күн санап жүр, қызы туылғанға дейін. Брэдли бұл мәселеде Роман мен Петр оған сөзсіз мойынсыну керек деп шарттарды қояды. Бұған дейін Брэдли олар келіседі. Белгіленген уақытта Брэдли мен мексикандықтар көлге жетеді. Олар қайыққа мініп, тауарды алу үшін жағалаудан жүзуі керек. Бұған дейін Брэдли Романға қозғалмауды бұйырады. Ол уақыттан бұрын атуды бастамас үшін қаруын суға лақтырады. Олар діттеген жеріне жүзіп барады. Онда Педро сүңгіп, бір үлкен қорапты 3 топқа бөледі. Жағада Роман кенеттен серіктесінің тапаншаларының бірін алады. Ал Брэдли бірдеңе дұрыс емес екенін сезіп, сөмкесін кейінірек алу үшін суға лақтырып жібереді. Ол мексикалықтарға да солай істеуді бұйырады. Бірақ олар бас тартты. Ал Брэдли олардың қолдарынан сөмкелерді тартып алмақ болғанда, олар оған шабуыл жасап, қалдырып кетеді. Сол минутта полицияға кезігіп, атыс басталады. Брэдли қауіпсіз қашықтықта байқалмай кетіп қалады. Бірақ полицейлердің айғайын естіп тоқтайды. Ол қайтып оралуды шешеді. Бірақ жақын жерде ол полицияға емес, Педроға оқ атады. Ол Романның жауабының қашып, су астына тығылып, аяғын жарақаттайды. Бірақ мексикандықтардың көзін жою үшін қайта оралады. Осыдан кейін бірден оны тәртіп сақшылары қоршап алады. Жауап алу кезінде Брэдли досы мен серіктестерін ұстап бермейді. Бұл үшін детектив оған кем дегенде 5 жыл түрмеге жіберуге уәде береді. Ол қызының дүниеге келуін және де басқаларын жіберіп алатынын болды. Лорен күйеуіне барады және одан тағы да алаңдамау үшін сотқа келмегені жөн екенін естиді. Оған міндетті түрде кемінде 4 жыл береді және әйелі жалғыз өзі күресуге мәжбүр болады. Брэдли оны көргеніне қуанышты, бірақ қызының оның түрмеде көргенін қаламайды.
Лорен оны күтуге уәде береді, бірақ үкім көңіл көншітпейді. Оны 7 жылға қамауға алды. Барлығы тоңазытқыш деп атайтын түрмеде тұрақты қорлаудан қорғамайтын орташа ауырлық режимі бар түрме. Басқа жеке заттармен неке сақинасын қалдыруды талап етті. Өйткені тұтқындарға құны $75 асатын зергерлік бұйымдарды киюге рұқсат етілмейді. Жаңа келген адамға Солақай деген лақап аты бар шал тұтқын ғана жақсылық жасайды және оны камераға дейін шығарып салып, жергілікті тәртіп туралы айтады. Ол есірткіге тәуелді болған кезде түрмеге түсіп, тонау кезінде екеуін өлтірген. Күзетші бұлшық етті Брэдлиді көріп, боксерлік қабілеті жайлы сұрайды. Бөлмеде Брэдли өзінің эмоцияларын босатады және оны көптеген жылдар бойы тастап кеткеніне ашуланады. Ол бөлмені талқандауға тырысты, бірақ ондағы барлық заттар соққыға төзімді болып шықты. Аяғы қан кетуді жалғастырады. Бірақ ер адам шағымданбайды және ауырсынуға шыдайды. Түнде Лорен үйге біреу кірген дабылдан оянады. Қыз өзін мылтықпен қорғамақ болады, бірақ оны терезеден атқан жебемен ұйықтатып, ұрлап кетеді. Ол керек уақытта Брэдли терезеге келгенде, ол жерде бейтаныс сұр шашты адамды көреді. Ол өзінің Зараға жұмыс істейтінін хабарлайды және ұрланған Лорен мен оның жанындағы адамдардың суретін көрсетеді. Брэдли әрекет етпеуге мәжбүр, өйткені қария күзетшілер бірдеңеден күдіктенсе, кетіп қалады деп қорқытады. Ол басқа Рэдклифф түрмесіне орналасқан Кристофер Көпір есімді тұтқынды өлтіруге тапсырады. Ол қатаң тәртіптегі түрмеде және сіз осындағы режимді бұзып, проблемалар тудырсаңыз, оған жете аласыз дейді. Брэдли бас тартса, хирург құрсағындағы қызының аяқ қолын кесуге кіріседі. Брэдли кетіп қалады және оның ішінде дауыл қайнап жатыр. Ол тығырықтан шығуға мәжбүр болады және оны пробокспен жауапқа алған және түрмеде бокс клубын басқарған күзетшіге шабуыл жасайды. Осылайша ол Ридлидегі максималды тергеу абақтысына билет алады. Әлбетте ол тәжірибелі және қолын сындырып, содан кейін конвойға қарсылық көрсетіп, басқа күзетшіні жарақаттады. Кіреберісте оны күзетші бастаған қарулы адамдар күтіп алады. Ол тұтқынның жеке заттарын жерге лақтыруды бұйырады. Неке сақинасы асфальттан домалап кетеді. Ер адамдар кісенді шешіп, жергілікті сақшылардың күшін жұдырығымен сынағысы келетінін сұрайды. Брэдлиді нәжіс бітелген, қатты сасық лас камераға жатқызады. Егер өзін жақсы ұстаса, оны басқа жерге көшіреміз деп уәде береді. Біраз уақыттан кейін оны аулада серуендеуге апарады. Ол жерде басқа тұтқыннан Кристофер Көпірі орналасқан 99-ші блок түрменің қалған бөлігінен оқшауланғанын біледі. Ең атышулы рецидивистер мен психопаттарға арналған орындар. Осыдан кейін Брэдли аулада төбелесіп, бірнеше мексикалықты нокаутқа түсіреді. Содан кейін келген екі күзетшіні жаралайды. Оны 99-ға лақтыруды бұйрық береді. Брэдли жасырын дәлізбен жүріп, баспалдақпен қараңғы жертөлеге итеріп жібереді. Брэдлидің төбелесу үшін жазасы демонстрация үшін қосылатын кіріктірген электр пульті бар белдік тағу. Тұтқын ауырсынып құлап қалады. Сынған әйнек шашылған, қараңғы камераға жақындап қалды. Оның үстіне адам бірден электр тоғының соғуынан құлап қалады. Осы уақытта Лоренге тағы бірнеше суретке түсу үшін сұр шашты көмекші келеді. Ол бірінші тексеруді жүргізетін хирургтың келуімен қызды қорқытады. Брэдли камера есігіндегі кішкене терезе арқылы Кристофер Көпір шақыруға тырысады. Бірақ оның қарама қарсы жағындағы көршісі ондай адам мүлдем жоқ екенін айтады. Диалог электр тоғының соғуынан үзіледі. Күзетшілер келіп Брэдлиді тәртіпке үйрету үшін дәлізге шығарады. Олар оның жақсы достары онымен сөйлескісі келетінін хабарлайды. Брэдлиді дәліздің соңына алып барады. Онда Элизар мен Роман оны ойыншықтармен ыңғайлы кең бөлмеде қарсы алады. Олар бандиттерге қайта-қайта қолданатын шокер басқару панелін береді. Олар Брэдлиге әйелінің фотосуреттерін көрсетеді. Оның алдында хирургиялық құралдар жатыр. Брэдли азаптауға қарсы тұруға тырысады, бірақ қызын өлтіремін деп қорқыту арқылы оған тыйым салынады. Олар оны ес-түссіз жатқан камерасына сүйреп апарады. Онда ол көршісімен сөйлеседі. Ол өзінің неліктен темір тордың ар жағында қалғанын анық айтады.
Бұл кезде оның аяқ киімінің ішкі табағын жұлып алып, разрядты өшіру үшін денесі мен тоқ арасына салады. Келесі жолы оны дәлізге шығарғанда, ол өтірік ауырсынып, күзетшіге шабуылдайды. Бұрынғы ауыр салмақтағы боксшы олардың бірін өлтіріп, екіншісін камераға қамады. Элизарға келіп, шайқасты өз қосалқыларды тез арада өлтіреді. Ұрыс кезінде ол телефон соғып, Лоренге операцияны бастауға бұйрық береді. Егер 10 минуттан кейін ол байланысқа шықпаса. Элизар Брэдлиді бопсалауға тырысады. Бірақ оған жауап ретінде ер адам мексикалықты оның аяғын сындырып, оны азғындықпен камераға итеріп жіберемін деп қорқытады. Бастық ұзақ қарсылық көрсетпей, көп ұзамай телефонды алып, Лоренді босатуды ұйымдастырады. Брэдли оны бұрынғы бастығы Беллге беруді талап етеді. Содан кейін досының растауын күту үшін Элизардың камерасын құлыпталған күзетшімен сүйреп апарады. Бақылаушы мен оның адамдары 99-шы блокта. Бірақ маңызды қоңырауды өткізіп алса, екі кепілге алынған адамды өлтіремін деп қорқытады. Ол трубканы қойғаннан кейін 1 минуттан кейін берілетініне уәде береді. Хирург пен Зараның көмекшілері Лоренді бұйрық бойынша босатады. Бірақ олар кетуге тырысқанда, Гейл мылтық алып, оларды өлтіреді. Лорен қаруды қолына алып, қашуға тырысқан хирургты өзі өлтіреді. Гейлдің досы Брэдлиге ақыры дем шығара алатын хабарлайды. Ешқандай қауіп төндірмейді. Ол тұтқаны әйеліне беріп, Лорен Брэдлиге әлі туылмаған қызына 1-2 ауыз сөз айтуын сұрайды. Брэдли нәрестенің ақылды және сау болып өсуін тілейді, ал Лорен оның жауап ретінде қимылдағанын айтады. Еркектің көз жасы тыйылмайды. Брэдли әңгімені бітіріп, телефонды сындырады. Брэдли жауыз Элизардың басын аяғымен мыржып өлтіреді. Бөлмеге бақылаушы кіріп, Брэдли қолын көтеріп беріледі. Күзетшілер оқ жаудырып, ақыры жансыз денесі жерге құлайды.